Тәңірі шыңымыз, Сарыбастау төріне шығыңыз дейді. Бәрекелді. Шамаңыз жетсе деген сөзді тастап қойды. Мұқағали ақынның әңгімесін білесің ғой? Иә, Көкшетауда айтқан. Иә, міне, жаңа өзің жолда сұрап жатсың, Ербақ. Ұзақ Батыр ауылдық округі дегенді оқып. Сол Ұзақ Батырды туған, Сұранш Сауранбаев Батырдың туған, одан кейін социалистік еңбек ері ғасыр жасаған, осы ауылдың іргетасын қалаған Нүсіпбек Әшімбаев деген ақсақалымызды туған топырақ бұл. Қаршадайдан қайғыны ішіп қанған, қайырылмай артына ұшып дарман. Сарыбастау нақамның көз жасымысың, сау етіп кірпігінен түсіп қалған деп Мұқағали ақын жырға қосқан. Ең ерекшелеп айтатыны Мұқағали ақынның нағашы жұрты бұл. Бәрекелді. Міне, бісміллә деп босағасынан аттадық. Жиендеріне деген құрметті қаншалықты көрсетіп жатыр екен. Байқап көреміз қазір. Байқап көрейік. Өзің енді бұл ауданға келгелі бері біліп жатырсың ғой. Ойқарағай деген кен орны бар. Бүкіл елдің қасиетті қара шаңырағын жылытып отырған сол Ойқарағай тауының баурайында жатқан Сарыбастау деген мекен бұл. Бәрекелді. Енді өлеңнің де кені бар шығар Сарыбастауда. Мұқағалидың өлеңдерін сұрайық. Қазып көрейік дейсің ғой қолдан келгенше. Мархабат. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Бір минуттарыңызды алайық рұқсат болса. Мұқағали атамның бір шумақ өлеңін тұрғындардан сұрап жүрміз. Бірінші кездескен өздеріңіз бір шумақ өлең. Мұқағалидың нағашы жұрты деп үлкен үмітпен келіп жатырмыз. Нұр жауып тұрған көктемде, гүл тере барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспанда, найзағай жаншып өткенде. Есіңе мені алғайсың. Міне, жиендерін естен шығармай, есін алып жүрген. Қандай керемет. Рахмет сіздерге. Жолдарыңыз болсын. Үлкен рахмет. Ал, бір шумақ өлең оқып жеріңіз. Мұқағали Мақатаев, нұрын төкке маған шуағымсың сен, айналайын мама қуанышыңмен, бақты ғой заман қандай көңілді, мен тілеймін саған ұзақ өмірді. Амансыз апа. Қалыңыз қалай? Апа кеңіз отырыңыз. Жеткіземай жатырмын. Болды, үйге жеткіземіз қазір. Қалай қалдарың? Жақсы айбет. Ауылдарыңызға қонаққа келіп қалдық. Ой, мына түс жоқ, қайырда. Ой, іштеке қылмайды. Берген өлең айтамыз. Бергендер. Айтып қойды. Шалүкіде шақырым бал, есек артқан, қайғайып, өзен суы өрге тартқан. Шалкөді яссығысың сен маған, жайнай бер жазира кең далам, беласып кетсем де алысқа. Шалкөде мен сенің өз балам. Рахмет. Мұқағали ақынның бір шумақ өлең. Немереңе жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп кемесіне бірі күтіп әнеки жағада тұр. Ой, бәрекелді. Рахмет. Жол болсын. Кеште көресіз. Тракторге қыста да жұмыс бар ғой біздің ауылда. Сиыр айдап өріске ертең менен баратын еді тойға ертең менен. Тау басына шық тұрып күннің нұры мұң бойымен тоғай деп көркем деген. Қарасазың шыбығын жел тербеген шыбықты мен тербегем. Ойласамшы сол шыбық керек болып өзегімді бір кезде өртер деген. Рахмет, үлкен рахмет. Мұна қара, жемді беріп қойып, ауызда тамақты тағып қойып, алдап мініп алып отырғаны қара. Мына баладан сұрайық өлең. Жем беріп тұрсың ба? Он мініп ал деген. Ішкен жеген нақтасын деп десеңші. Мұқағали атаңның бір шумақ өлеңін білесің бе? Біз енді нерден өте алмай тұрып, айғайлап тұрып оқып берші бізге. Қаттырақ шығар дауысың. Мұқағали Мақатаев, Қазақстан. Жақсылықтан да демесін, сүйем десең, табынатын тәңірім мен.
Адам болып күн кешу қиын маған, арқа түсіп сен десең. Сен менің топырағым, қанымдасың, жанымдасың, ұятым арымдасың. Саған деген махаббат дамылдасын, тек сен топырағың жамылдасын. Өзінше ісін керек, ісін бар. Саған айтар ішімде көп. Қомағай көзіңді көріп тойдыра алмай, қорқамын бәрі ісін. Қазақстан, пай, ардағым-ай. Сен менің шолпанымсың, жанғаны дой. Өзіңдей өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббат бар ма? Ай, азамат. Азамат. Азамат екенсің. Есімің кім? Нұрдәулет. Ал, жақсы рахмет, бауырым. Оқушылардың мына келетісі бір үлкен ерекше көрінісі. Ассалаумағалейкум, батырлар. Осы елді ертең көркейтетін азаматтар. Мұқағали атам бір жұмақ өлең біле ме екен? Ал, бір оқып жеңдер. Кім оқиды? Шеше сен бақыттысың. Шеше сен бақыттысың, жыламағың. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едің ғой сұрағаның. Сондықтан жыламағың. Мұқағали Мақатаев, дәрігеріме. Керек жоқ бәрінің. Иненің де керек жоқ дәрінің. Кетем егер пленканың бір үзілген әнімін, қалсам егер қара жердің жалғыз түйірді әнімін. Ей, азамат. Қалың өлең ортасына кіріп кеттім ғой мен, 30-дан асып барам. Шықтан тұрып жанарың тұрма, неге қарадың, солайда солай қарағым 30-дан асып барам. Ей, азамат. Тағы бір өлең. Білем. Қызық болып кетті маған, Ербақ. Қайсы қыздардан бір өлең сұрайын? Мұқағали Мақатаев, 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем мойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Мына кішкентай бөбе білем екен. О, Құдайдың берген. Отанақшияғай, ямандыққа қимаған, ана табиғатымды тиеміз бөлуімді. Ой, жаным ашым. Ой, болашағың жарқын болсын. Садиктен келе жатсыздар ма? Мен оның туын сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті түнін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Сіз? Мәкең енді имам ғой. Құдай айдап келді имам. Мына уағызды айтасыздар. Пәленбай сахабаның атын жатқа біледі. Мына Мұқағали бабамыздың бір жұмақ өлеңін жатқа білет шығасыз. Мана бағаң білет. Ал ғана. Айтамыз ғой, бісміллә. Неменеңе жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесімен, бірі күтіп әнеки жағада тұр. Біз қария болғанша кім біледі, баламызда шал болып үлгіреді. Бір-бірінен екі шал асамын деп кім біледі, бірін-бірі білдіреді. Енді ол сіз тосып басаңыз енді. Осы кісінің ол қыздары ма? Ой, бәрекелді. Міне. Жүрегіме жүк артып жүргенімде, қажыдың ба, байқұсым білмедің бе? Шайпау тиіп шаршатып кім көрінген, уландың ба, білмеймін, кірледің бе? Тәрбие тал бесіктен деген әкесі, анасы бірдей Мұқағалидың өлеңімен қалай сөйлеп тұрса, балалары да ұяда көргенін жасап жатыр екен. Үлкен рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Мына көкөсекті мінген баланы көріп, ассалаумағалейкум, батыр. Баланы көріп, өзімнің балалық шағым есіме түсіп тұр. Өзімен талай кезібем қобалы жонын, жабырда сірә сағындау бір әнін оның. Ат болады деп атамда кесіп берген соң, шұнақ деп кемістпеуші едім құлағы жоғын. Есейіп кеттім еркіндеп қарыштап әнім, балалық бал күн қалдыңдар алыста бәрің. Есегің жаман дегенге еліруші едім, алға есек намыстанамын. Балалығымды кешірген ұлық екенсің, ұлылығыңды бұлдаусың ұлы өтер үшін. Қай бұзықтың бақыт еселеп беріп, қай жерде жүрсе көкесек дәрім екенсің деп жазып еді, тіреген көкесек әлі. Бір жұмақ Мұқағали атаң өлең білесің бе, батыр? Оқып жүрсің. Оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті күнін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жандығын сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты, бозторғайы болуының шырылдаған. Үлкен азамат. Бір жұмақ жетеді, бірақ аяғына дейін білесің ғой? Иә. Рахмет саған. Барлық ауылдарда мен деген ғимараттарының бірі болып, осындай мәдениет үйлері тұр. Ол деген өте көңілді қуантатын дүние шығар деп ойлаймын. Осы Сарбастау ауылының да мінекей мәдениет үйінің алдына келіп тұрмыз. Мәдениет үйінің ішінде енді Ербақ жаңа өзіміз айтқан ғасыр жасаған социалистік еңбек ері ұланымызға белгілі ақсақалымыз Нүсіпбек Әшімбаев атамыздың атындағы өлкетану мұражайы бар. Өзің көріп тұрсың. Талай құнды жәдігерлерді сақтап қалған. Қасиетті шаңырақ. Гүлнар тәтеміз осы мәдениет үйінің директоры.
Енді мен Гүлнар тәтеден өлең сұрағым келіп тұрған жоқ. Бұл кісінің тосылмайтынын жақсы білемін. Бір тех қызметкерден сұрақ бөлу керек. Бір кәтеңіз шақырыңызшы. Кім бар? Гүлбаршын тәте. Осы жерде бізде техникалық қызметкер болып жұмыс жасайды. Гүлнар тәтем енді біздің бағдарламаны бұрыннан көріп дайындап қоймаған шығарсыз деп ойлаймын. Өзі де білетін шығар Гүлбаршын тәтем. Қалай? Bir шумақ өлеңге Гүлбаршын тәте. Бүгін менің туған күнім ойпалай, мына адамдар неғып жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің ақ жарытпай ақ қойған ай. Ой, бәрекелді. Міне. Міне, Сарбастау ауылының да ағайынның өлеңге деген ілтипатын байқадым. Бүгін енді нағыз бір керемет ауылдың көрінісі болатын бір кадрларға жолықтық, Қалай ойлайсың? Ойламаған жерден. Ойламаған жерден. Енді ол бір біздің де мақсатымыз сол ғой. Бағанадан бері осы ауылға кіргелі айтып жатқан аңыз адам, Ғасыр жасаған адам. Нүсіпбек Әшімбаев атамыздың бюстінің жанында тұрмыз. Және ол кісінің жанында еңбек және тыл ардагерлеріне арналған осындай белгі тас қойылған екен. Бабаларым рахмет сендерге, балаларың болмасын деп көргеуде, қобызыңмен қосып әнмен тіл бердің, мен өмірге мылқау болып келгенде деп Мұқағали ақын жырлаған. Бабаларға тағзым етіп тұратын осындай керемет орында Сарбастау ауылымен қоштасып барамыз. Сәт сапар тілеп осымен аттанайық Сарбастаудан. Аттанайық. Сарбастаудағы ағайындарға мың алғыс. Қоржынымыз толып, көңіліміз тоғайып қайтып бара жатыр. Аман болыңыздар. Өлең сүйген өрендер аман болсын.